Баршаңызға ассалаумағалейкум. Гидропоникада құлпынай өсу туралы өз тәжірибемді бөлісіп, бір серия видеолар түсіргім келіп тұр. Қызығып ізденіп жүрген адамдарға пайдалы болады деп ойлаймын. Ең алдымен гидропоника не екенін түсініп алу керек. Гидропоника дегеніміз ол топырақсыз өсімдік өсіру және барлық керек қажетті қоректі су арқылы беру. Біз гидропоникаға именно осы құлпынайға агроваторлар таңдадық субстрат ретінде. Негізі одан да басқа субстраттар бар, кокос, перлит, керамзит деген сияқты. Жай ғана суға да өсіруге болады оны, тамырын суға қойып. Бізге ең түсінікті және ең қолжетімді, ең арзаны осы агроватор болды. Бұйырса енді келесі видеода осы недегі гидропоникадағы ең бір маңызды зат су туралы видео болады. Егер кімге қызық болса, комментарий жазып лайк басып отырыңдар, тіркелуге ұмытпаңдар. Бұйырса күн ара күнделікті бір видео түсіруге тырысамыз.